Ассаламу алейкум трейдерлер, бүгінгі сабақта мен сіздерге Fibonacci'ге тиесілі болған кейінгі стратегияларды үйретіп өтемін. Тикарынан бүгін біздер бір стратегияны үйренеміз. Бұл стратегия 1.78, 1.88, 1.98 санларыменен байланыслы. Fibonacci'дегі бірақ өзінің аты жоқ. Бұл стратегияны қалай қолданамыз, қай жерде саудаға кіреміз, тек профит зоналарымыз қандай болады сияқты білімдерді бүгін беріп өтемін. Онан кейін Fibonacci'дің басқа инструментлеріменен таныстырамын. Fibonacci арқасында келіп шыққан басқа Fibonacci инструментлеріменен таныстырып өтемін. Онан алдын мен бірінші стратегиямыз хақында түсіндіріп өтемін. Демек, сабағымызды басладық. Бұл стратегия сонан барады. Сіз базардан қалеген бір жерден өсуші немесе түсуші тренд болуынан қарамастан қалеген бір максимумды һәм минимумды тауыңыз керек болады. Ол баста флет зона болсын, немесе жоғары қарай өсуші тренд болсын, төменге қарай түсуші тренд болсын, ең ақырғы максимумды һәм минимум зонаны тауып алуыңыз керек болады. Һәм сізге Fibonacci инструменті керек бұл стратегияда. Максимумларды бірінші белгілеп аламыз. Бірінші қағидасы максимумларды һәм минимумды белгілеп аламыз. Максимум һәм минимумды белгілеп алғанымыздан соң, бұл қай максимум немесе минимум болуы шарт емес, бірақ базарда сіз көріп тұрған ең жоғарғы һәм ең төменгі дәрежелер болса болды. Осыны белгілегенімізден соң, базардың бағасына әтібар беріп қараймыз, һәм ол баға жоғарғы тарифке жақын ба, немесе төменгі тарифке жақын ба, соны біліп алуымыз керек. Бұл стратегияда кейін максимум һәм минимумды белгілегеніңізден соң, базардың бағасына әтібар бересіз, һәм ол баға жоғарыға жақын болса, жоғарғы тарифтен төменге қарай Fibonacci тартамыз, ал төменгі тарифтегі қарай жақын болса, яғни баға бұл жерлерде тұрған болса, сіз төменгі тарифтен, яғни минимумнан жоғарыға қарай Fibonacci'ді тартасыз. Егер бұл жерлерде тұрған болса, ортаға жақын жерлерде сіз қайсы тарифке жақын екенін білмей тұрған болсаңыз, және Fibonacci'ден пайдаланып, қалеген жоғарыдан төменге немесе тартып 0.5 зонаға әтібар бересіз. Қараң, 0.5 зонадан жоғарыда тұрыпты. Жоғарыда тұрған болса, демек бұл максимумға жақындау. Егер 0.5-тен төменде тұрған болса, ол минимумға жақын болып тұрады. Демек, бұл жағдайда базар бағасы максимумға жақынырақ тұрыпты. Демек, біздер максимумнан төменге қарай Fibonacci'ді тартамыз. Fibonacci'дің настройкасын көрсетіп өтейін. Біздерге керек болған дәрежелер, Fibonacci дәрежелері бұл 0 дәрежесі керек болады, 1 дәрежесі керек болады, 5 керек емес. Онан кейін 1.78, 1.88, 1.98, 0.62 зоналар керек болады, 0.79 керек емес. Демек, Fibonacci'ді осындай қылып тартқаныңыздан соң 0.62 зонасын белгілейсіз. 0.62 зонасын тренд линия сызығыменен белгілеп аласыз. Һәм Fibonacci'дің бір дәрежесін ядыңызда сақлан, 62-ге апарып түсіресіз. Һәм сізде жоғарыда осындай зона пайда болады. Бұл блокты сіз болғаныңыздан соң Fibonacci инструментін өшіріп тастасаңыз болады. Бұны өшіріп тастаймыз. Һәм сізде тап осындай көрініс пайда болады, егер баға жоғарғы максимумға қарай жақын тұрған болса. Енді сіз бұнан қалай пайдаланасыз? Сіз осы баға жоғарыға келгенінде баға осылай барады. Осыған барғанында төменге қарай ол әрекетленіп басылайды. Әрекетленіп, осы жерден біздер саудаға кіреміз. Біздер бұл жерден саудаға кіреміз. Біздердің қалай кіретінімізді айтайын. Бұл жерден sell үшін саудаға кіреміз. Келу менен саудаға кірсек болады. Стоп-лосты осы зонамыздан сәл жоғарырақ қоямыз. 5 пипс жоғарырақ қоямыз. Ал тек профитіміз болса, бағанағы 0.62 зонамыз болады. Бұл бірінші тек профитіміз болады, һәм осы жерге келгенде біздер саудамызды без убыткаға алып қоямыз. Яғни стоп-лосты саудаға кірген жерімізге апарып қоямыз. Кейін без убыткаға қойғанымыздан соң, біздер екінші тек профитқа дейін ұстауымыз мүмкін. Осы төменгі минимумға дейін барады. Енді бұл максимумға жақын болған, яғни sell үшін жағдайдағы көрінісі еді.
Енді минимумға жақын болған жағдайын көріп өтейік. Базар тап осындай жағдайда болса, сіз әрдайымгідей ең бірінші болып максимум һәм минимумларды тренд линия сызығыменен белгілеп алуыңыз керек. Тренд линия сызығымен белгілеп алғаныңыздан соң, сіз оның ярымын анықтап аласыз, яғни қайсы тарифке жақын екенін. Фибоначчиден пайдалансаңыз болады, 0,5 дәрежені қосқан халда. Һәм демек, көріп тұрғаныңыздай, бұл минимумға жақынырақ. Фибоначчиді біздер енді бағана айттым, егер жоғарғы тарифке жақын болса, ұлма максимумға жақын болса, демек максимум тарифтен минимумға қарай Фибоначчи тартамыз. Егер минимумға жақын болса, минимумнан максимумға қарай Фибоначчиді тартамыз. Бұл жағдайда біздер төменге, яғни минимумға жақын болғанлығы себеплі, біздер Фибоначчиді минимумнан максимумға қарай тартамыз. Бұл біздердің бірінші қадеміміз. Екінші қадемде біздер 0,62 зонасын белгілеп алуымыз керек. 0,62 зонасын белгілегенімізден соң, Фибоначчидің енді үшінші қадеміміз, Фибоначчидің бір дәрежесін 0,62 зонасына апарып қоюымыз керек. Үшінші қадемді орындадық. Төртінші қадемде болса, сіздер төртмүшілікпенен, ректангылменен 1,78-1,98 аралығын белгілеп алуыңыз керек. Фибоначчиді өшіріп тастаймыз онан кейін. Біздерде төмендегідей көрініс пайда болады. 0,62-дегі тренд линия сызығы қалады. Біздердің бірінші тек профитіміз болғанлығы себеплі. Біздер саудаға бай үшін мына жерден кіреміз. Базар тап осындай болып келіп, осы жерден қайтып кетеді. Бірінші тек профит зонамыз осы болады. Бұл жерден кіреміз. Стоп-лосс 5 пипс төменірек. Тек профит бірінші дәрежеміз бағанағы 0,62 зонамыз болады. 0,62 зонамызға барғаннан соң біздер безубиткаға аламыз. Безубиткаға алғанымыздан соң бірінші тек профит алынды һәм безубиткаға қойдық. Яғни стоп-лоссты біздер саудаға кірген жерге апарып қойдық. Енді екінші тек профит зонамыз бұл бағанағы максимум болады. Осы максимумға дейін біздер сауданы осыласақ болады. Трейд тап осындай болады. Қағидалары жаңағыдай, ең бірінші болып бірінші қадемде максимум һәм минимумларды анықтайсыз. Екінші қадемде 0,62 зонаны анықтайсыз. Үшінші қадемде кейін төртмүшілікпенен сызып өтесіз. Төртінші қадемде саудаға кіресіз. Үйренген стратегиямызды енді реал базарды көріп өтейік. Сіздерге қалай істеу керек екенлігін, қалай саудаға кіру керек екенлігін реал базарды көрсетіп өтемін. Audi USD бүгін 6-шы күн болғанлығы себеплі базар жауық, қатып қалған. Баға күні кеше ғана жүз берген, 3-4 күндікте жүз берген жағдайды сіздерге көрсетіп өтемін. Бұл реал базарда әрдайым істеп береді. Қалеген пара болсын, алтын бола ма, NASDAQ, ES бола ма, емаса Euro USD парқы жоқ, істеп береді. Мәселен, Audi USD күнімен түсіндіріп отырғаным, базардың бұл тарифін жоқ деп есептейік. Һәм біздердегі максимум бұл болады. Минимум бұл болады. Базардың бұл тарифін жоқ деп есептесақ, демек базар жоғарғы тарифке қарай жақын. Енді біздер жоғарғы тарифтен бастап фибоны тартуымыз керек. 0,62 зонаны белгілейміз. Фибоначчиді бір дәрежесін 62-ге апарамыз. Һәм біздерде сондай зона пайда болады. Фибоначчиді өшіреміз. Міне, идеал трейд. Audi USD-да бұл жерде саудаға кірген болар едік. Стоп-лоссымыз сәл жоғарырақта. Тек профитіміз мынау. Или тек профитке бармаған. Егер барған кезінде біздер безубиткаға алған болар едік. Бұл әрқандай парада істеп береді. Мен ең бірінші бұл стратегияны үйренген кезінде биткоинда да істетіп көргенмін. Биткоинда да жақсы істеп берген. Бірақ кішірек таймфреймде емес, 1 сағатлықтан сәл жоғарырақ таймфреймдер болса, 15 минутлық болса да болады, бірақ 1 сағатлықтан жоғарырақ таймфреймдерде жақсырақ істеп береді. Соған да итібарлы болың.
Мәселен, бұл жерде кіргеніңізде және идеал ізлеп берген жағдай. Біздердің минимумымыз, максимум, Fibonacci тартамыз. Базардың бұл тарапын жоқ деп алайық, себебі енді ізлеп берген жері бұл жер болып тұрды. Жоқ деп алайық, жақын тарапынан тартамыз. Біздерге жақын тарапы 0,62 зонасы. Fibonacci'де өшірсек болады. Бай үшін кірген болар едік, біздер бұл жерде. Біздердің бірінші тейк профитіміз бұл бағанағы 0,62 зона. Енді біздердің екінші тейк профитіміз бұл жерге барғанда без убыткаға қоямыз дедім. Екінші тейк профитіміз максимум. Міне. Идеал бай үшін ізлеп берген жағдайы. Сел үшін ізлеп берген жағдайы бұл. Бір базарда екі мәрте жақында ғана жүз берген. Енді сіздерге Fibonacci'дің басқа инструментлерін көрсетіп өтейін. Fibonacci'де жүді көплеп инструментлері бар. Тренд based, яғни трендке тикарланған Fibonacci, Fibonacci Channel, бұл да трендке тикарланған Fibonacci Time Zone сияқтылар жүді көп Fibonacci'ге тикарланған инструментлері бар. Біздер қолдануымыз мүмкін, Fib Channel'ді қолдануымыз мүмкін. Бұны да көп емес. Ең көп қолданатымыз Fib Retracement һәм трендке тикарланған Fibonacci. Трендке тикарланған Fibonacci бұл әрқилы тренд өзгерген кезінде қолдануымыз мүмкін. Қайту зоналары ретінде. Бұны бір сабақ рет қылып үйретемен, себебі бұған тикарланған SK системасы, яғни стратегиясы да бар. Онан кейін бұған тикарланған басқа бір стратегия бар, яғни қайту зоналары ретінде қолданылатұғын. Бұны кейінгі бір сабақ қылып үйретемен. Кейінгі инструмент бұл Fib Channel. Fib Channel'ді біздер Fib Channel, яғни Fibonacci каналын біздер тренд линияда қолданамыз. Мәселен, аптрендте, жоғары қарай өсуіш трендте біздер қолданамыз. Сол трендтің баслануындағы минимумнан тартамыз һәм ең ақырғы минимумға дейін апарамыз. Кейін осы үшіншісін ең ақырғы максимумға қоямыз. Базар кейін бұнан көтерілсе, бұнан support һәм resistance зоналары, яғни қолдап қуатлау зоналары ретінде кіші таймфреймлерде қолдануымыз мүмкін. Бірақ бұны ешкім қолданбайды, ешкім пайдаланбайды. Бірақ өзіңіз үшін білім ретінде біліп қойғаныңыз мақұл. Тек бұны үйретіп өтіп отырмын. Қараң, менің өзімді үйренбеймін, әттегі бұның реңлерінде өзгерткенім жоқ. Пайдаланбағанлығым себеплі солай тұрыпты. Онан кейін Fibonacci Time Zone деген нәрсе бар. Time Zone дегенді біздер индикатор қылып та қолдануымыз мүмкін. Индикаторы да бар. Бұл жерде бір жоғарғы жүді күшлі импульслы әрекет болып қалды дейік. Һәм кейін әсте әрекет етіп жатыр. Енді кейінгі әрекетлердің қандай болуын болжау үшін, анализ істеу үшін біздер осыдан пайдаланамыз. Мәселен, минимумға қойып, бұны максимумға дейін апарамыз. Бұл импульслы әрекеттің жүз берген уақыты аралығына қоямыз. Ал кейінгісі бұл реверсал болады. Барып қайтып келеді, мәселен қайтып кетеді. Ал онан кейінгісі давам етуші тренд. Бұнан кейінгі жағдайлар бұндай болып кетуі мүмкін. Белгілі бір уақыт аралығында, яғни time based инструмент есептелінеді, уақытқа тикарланған. Белгілі бір уақытта жоғарыға қарай жүді тез жүріп береді, ал белгілі бір уақытта тек қана флет зонада жүреді, қапталға қарап әрекетленіп. Белгілі бір уақытта барып қайтып келеді, яғни реверсал ретест етіп қайтып келетін уақыты да болады. Fibonacci'да сол үшін қолдануымыз мүмкін. Ал қалғанлары біздер қолданбаймыз, себебі көріп тұрғаныңыздай
тренд линия үшін пайдаланып, бұны қайту зонасы ретінде істету мүмкін, меніңше. Керек емес затлар. Қалғанларда тап сондай керек емес болған затлар. Демек, бүгінгі темамыз бойынша осы мен сіздерге Fibonacci'дің ең зор стратегиясын үйретіп өттім. Үшінші стратегиясы қалай істеп беруін, қалай саудаға кіру керек екенлігі, стоп-лосс тейк профитларды қалай қою керек екенлігін идеал тәрізде түсіндіріп өттім деп ойлаймын. Әрбір қадемлерге, әрбір қағидасына жақсылап ітібар берің. Ешқайсы қағиданы шетелеп өтпең. Қағидаға бойсынған халда сауда істесеңіз, бұны дәптеріңізге жазып алып қойың қағидаларын, соған істесеңіз, бойсынған халда әрдайым пайдада жүресіз. Бүгінгі сабақ бойынша осы. Және сен жүде әпуайы темаларды өтіп атырсаң, бұл темаларды әмме біледі деп айтпаң, себебі бұны білмейтіндер де бар, еле трейдингға кіріп келмегендер де бар. Мен ақырнылықпенен әммесін ізбе-із сілерді алжасып кетпесін деп белгілі бір ізбе-ізлік бойынша, дізбек бойынша салып барып атырман. Алдын ең бірінші видеомда айтып өткен едім, басқышлар бойынша салып бараман деп. Қазір бірінші басқыштамыз. 15 сабақтан ібарат болады деген едім, бірақ 10 сабақтан ібарат болады, себебі темалар оншелі көп емес екен. Кейінгі 9-шы сабағымызда біздер жұма баланс деген стратегияны үйренеміз, яғни тек қана 5-ші күні істеп беретұғын стратегияны. Онан кейінгі 10-шы сабағымызда болса біздер риск менеджмент һәм демошотта істеу үшін мәслихатлерді мен сіздерге беріп өтемін. Һәм бірінші басқышымыз сонымен тамамланады. Кейінгі екінші басқышта SMC, ондан кейін Малайзия санар ICT сабақларын ізбе-із тәртіпте салып барамын. Күн ара болсын, уақытым бос уақытында ізбе-із сондай сабақлық қылып, әммесін жақсылап түсіндіріп салып барамын. Каналда қалың, каналға подписка басың, һәм жақынларыңызды трейдинг үйренбекші болғанларды бұл каналға шақырың. Себебі бұл сіз көрген ең зор канал болады. Себебі мен әмме трейдингдағы әмме білімлерді осы каналға саламын, қарақалпақ тілінде. Алжасып кетпейсіз, арқылы стратегияларды көріп басыңыз ашып кетпейді, әммесі ізбезілікте. Көрген болсаңыз, каналда плейлист түзіп қойғанмын. Трейдингге кіру деп қойған едім атын. Яғни трейдинге 0-ден кіру деп қойамын атына. Ал кейінгі плейлист болса, тек қана SMC деп аталады, һәм ішінде SMC-ға байланысты сабақлар салынады. Кейінгі плейлистлар, әртүрлі плейлистларды бөліп, ішіне тек қана сол стратегияға тиесілі сабақларды салып барамын. Сау болың, сіздер менен Форекс сауда.